Ассалаумағалейкум достар, есен елу екен сауатты бол жобасы кезекті тақырыбымыз діни сауаттылық. Әрине бұл жөнінде біраз сұрақтарымыз бар. Бүгінгі менің қонағым теолог Асқар Сәбдин мырза. Әсеке қош келдіңіз. Қош көрдік. Қазіргі таңда біздің жалпы жастарымыздың діни сауаттылығы қай деңгейде? Сіздің ойыңызша біраз жерде аралап жүрсіз, сұхбат бересіз. Енді мәселе бар ғой жалпы. Мәселе бар, өкінішке қарай мәселе бар. Діни сауаттылық деңгейі қанағаттарлық дәрежеде емес, өкінішке қарай. Діни салада, діни надандыққа байланысты көптеген дұрыс емес әрекеттер, тіпті қайғылы жағдайларда орын алды елімізде. Сондықтан діни сала қазіргі таңда қоғамдағы өзекті бір мәселеге айналып кетті. Тіпті кейбір діннің кейбір тұстары, діннің барлық тұстары емес, кейбір тұстары әлеуметтік дерттерге айналды. Кәдімгідей бірсыпыра жастарымызды адастырып, бірсыпыра жастарымыз енді жыл сайын мынау дін атын жамылған экстремизм, терроризм баптарымен сотталып жатқан бауырларымыз бар. Мүмкін қоғам бұнан хабардар емес шығар, бірақ дегенмен біз тікелей жұмыс істегеннен кейін осындай жақсы емес көріністер бар діни салада. Сондықтан діни салада ағартушылық жұмыстары өте көп қажет етеді қазіргі таңда. Жалпы, көп ақпаратты жастарымыз интернеттен алады негізі. Бұл пайдасы бар ма? Пайдасы көбірек пе, әлде қаупі көбірек пе? Қаупі көбірек, өкінішке қарай. Өкінішке қарай. Енді интернет қазіргі біздің мына теоретик ғалымдарды айтады ғой, пышаққа ұқсайды дейді да, пышақпен сен жақсы нәрсе жасай аласың, тамақ дайындай аласың, тағы да басқа нәрсе, тіпті дәрігер ота жасай алады дегендей. Бірақ ол пышақпен адам өлтіруге де болады. Біздің діни саладағы интернеттегі ақпараттар қазіргі таңда, олар өкінішке қарай енді көп пайызы дұрыс емес бағытта. Мысалға мен сізге мысал ретінде айтайын. Мынау поисковиктер бар ғой, Google болсын, басқа поисковиктер болсын, оларға бір ақпарат жазылған кезде жастар сол Google'дан немесе басқа да дерек көздерден интернетте ақпарат сұраған кезде ең бірінші мысалға 20 нәтиже шықса, соның шамамен 18-і деструктивті ағымдардың ақпараты болып шығады. Ең соңында екінші, үшінші бетінде өзіміздің дәстүрлі ханафи мазхабы бойынша ақпараттар шығуы мүмкін. Бірақ әсіресе орыс тілінде, әсіресе қазақ тілінде енді Құдайға шүкір өзіміздің дәстүрлі ұстанымдардың ақпараты көбірек, бірақ деструктивті орыс тілінде кез келген нәрсені сұраған кезде адамның алдына ең әуелі сол 20 нәтиженің 18-і деструктивті ағымның. Яғни біздің ел үшін пайдалы емес, зиянды ақпарат болып шығады. Өкінішке қарай, бұл біздің өзіміздің дәстүрлі контенттің аздығынан деп ойлаймын. Біздің жалпы Қазақстан мұсылман үмбеті көбірек контент жасау керек, көбірек мақала жазылу керек, көбірек жергілікті кітаптар шығу керек. Өзіміздің мына жердегі реальность, шынайылық дейміз ғой, осы шынайылыққа сәйкес басқа елдердің контенттері емес. Сондықтан интернет өкінішке қарай, мен енді жастар дескен біздегі радикалданған діндар жастардың көбісі сол көп жағдайда интернет арқылы радикалданып жатыр. Әлеуметтік желілерде осы туралы көптеген жаңағы сұрақтар болады, енді қарама-қайшылықтар болып жатады. Кей жағдайда мен де таныстарым бар, енді жаңағы тіл деп айтып қалдыңыз ғой, орыс тілінде алған осы жаңағы дінге байланысты көбінесе біздің дәстүрді бірден жоққа шығарады. Бұл енді ол кезде тәрбиенің сол кезде дұрыс жетілмей қалған. Енді қазақ аудиторияда шамалда болса біздің тәрбие келеді ғой енді, ауылдық деңгейде. Ана жерде оның орнын керісінше жаңағы сіз айтқан уағыздар ма, білмеймін, енді сол дінге байланысты көбіне соның орнын ауыстырып кететін секілді. Енді жалпы сіз енді біздің жаңағы діни неге жауап бермейтін шығарсыз, енді әлде қарым-қатынас бар шығар сіздерде? Мен енді дін саласының маманымын. 2011 жылдан бастап жалпы осы тікелей діни радикализм, діни
дін атын жамылған экстремизм, терроризммен жұмыс істеп келе жатырмын. Түзеу мекемелеріне жиі кіремін. Жалпы әсіресе осы радикализм және дерадикализация саласының маманы болып есептелем. Енді сен түбіне кетіп қалғансыз ғой, түбіне, әлеуметтік қабаттардың түбінде жүрмін мен көп жағдайда. Қазір енді Құдайға шүкір, кейінгі мына 2-3 жылда медиа жаққа қарай кішкене көбірек басымдылық беруге тырысам. Бұрын көп шықпайтынсыз. Негізі бір әлеуметтік желіде, Фейсбукта мақалаларыңызды көрдім, бірақ неге мына кісі, мен енді сырттай білемін, біраз жыл болды. Неге былай әлеуметтік желіге, әлеуметтік желі болған кезде видео контент дейді ғой, бейне контентке енді шыға бастадық. Енді шыға бастадық, дұрыс айтасыз. Жалпы осы біздің елімізде негізінде мен секілді кезінде анау әлеуметтік қабаттардың төмен жағында істеп жүрген мамандар көп. Бірақ өкінішке қарай ол кісілерде медиаға шығуға уақыты да жоқ, және мүмкіндігі де жоқ. Жөнді бізде қазір сондай заман. Әлеуметтік желіде не айтылады, ол оның жаңағы дипломы бар ма, жоқ па, ол маманы ма, ол ең басты түрі әдемі күліп сендіріп айтатын болса, соған халық сене береді. Сол жағынан шында да бізде кемшін тұстар бар. Әлі шейін біз енді кейбір жаңа жауапкершілігі бар. Бізде әлі иммунитет қалыптаспаған секілді, сондай сияқты. Жалпы діни осындай сұрақтарды қай жолмен түсіндірген тиімдірек дәл қазіргі уақытта? Барлық сала бойынша ма, барлық жан-жағынан қамту керек пе, әлде нақты белгілі бір теологтар ғана айналысу керек пе? Енді бұған қоғамда атсалысу керек қой негізі. Әйтпесе кейде түсінік бар, енді тіпті кейбір жерлерде, мысалы, намаз оқыған адам бұл басқа радикалдардың қасына екеуін бірге теңеп жіберіп, ана кісілер бостан-босқа таяқ жеп жатыр. Жалпы мынау жалпыландыру деген ол ғылымда үлкен қате болып есептеледі. Белгілі бір топтың, белгілі бір кісілердің жасаған теріс әрекеттері барлық сол дінде жүрген адамдарға жалпыландыруға болмайды. Негізінде ол қате. Дегенмен дінді насихаттаудың немесе діни салада ағартушылықтың бірнеше әдісі бар. Енді бұрыннан келе жатқан пайғамбар саллаллаху кезінен келе жатқан дәстүрлі діннің насихат жолдары бар. Ол енді мысалға жұма уағызы. Жұма күні жамағат, жалпы діндар адамдар мешітке барады да, сол жерде жұма құтпасын тыңдайды. Бұл дәстүрлі діннің насихат жолы. Апталық адам сол мешітке барып өзінің ақпараттық дозасын алған. Қазіргі таңда енді жаһандану үрдісі болып жатыр. Дәстүрлі дінді насихаттау жолдары кішкене жаңа құралдарға, жаңа форматқа қарай бейімделіп жатыр. Бір мешітте мысалға 2000 адам сиятын болса, әлеуметтік желіде 1 миллион жамағаты бар, қазіргі таңда инфлюенсерлер бар. Көрдіңіз ба? Сондықтан осы жаққа қарай бейімделу керек. Бірақ бір нәрсені дін мұқият бақылайды, және дін оған назар аударады. Дін туралы ақпарат алғың келсе, маманынан сұра дейді. Бұл Құранның аяты да, пайғамбардың хадисі да бәрі осыған негізделген. Ғалымдардың пәтуасы да, қазіргі және бұрынғылардың барлығының бір ауыздан келіскен нәрсесі, діни салада әсіресе терең тақырыптарда, мына діннің негіздері емес, терең, мына иштихад дейміз, пәтуа дейміз, мазхаб дейміз, риуаят деген категориялар бар. Сол мәселелерге адам кірген кезде маманына жүгінуі міндет болып есептеледі. Пәтуа демекші, пәтуаны кім шығару керек? Пәтуа деген негізінде пәтуаның бірінші анықтамасын беріп қойық. Пәтуа қойылған сұраққа діни дәлелмен берілген жауап. Біріншіден пәтуа деген сондай анықтамасы бар. Діни тұрғыдан, исламтану тұрғысынан ең бірінші пәтуаны Құдай береді. Себебі Құранда «Уаястафтунак» дегендей аяттар бар. Мұсылмандар келіп сенен пәтуа сұрайды деген аят бар. «Қулиллаху юфтикум». Сен оларға, ей Мұхаммед, айт, пәтуаны Алла береді. Сондықтан бірінші пәтуа беруші ол Алла тағала. Екіншіден пайғамбар береді пәтуаны. Себебі кез келген жағдайда сахабаларда бір сұрақтар туындайған болса, олар келіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрайтын еді. Үшіншіден пәтуа
ол ғалымдардың ісі. Ғалымдарды мынау ғалым деп біреу бекітіп беру керек. Иә, кез келген адам бұрын осы жерде мен айтып ана Мұхаммед пайғамбарға неге нем жоқ. Мен қазіргі біздің осы өмірде болып жатқан пәтуа шығарды дейді да, ол кім, қалай, не үшін? Бұрын, мен сізге айтайын, бұрын пәтуа беру үшін санкциялау құралы бар еді ислам дінінде. Яғни кез келген адам пәтуа беруге пәтуа беру саласына кіргізілмейтін еді. Ондай білімі жоқ, арнайы оқымаған, ешкім тарапынан мойындалмаған бір адам діни салаға кіріп пәтуа бере бастаған кезде оған жарқ жасалатын еді. Жарқ деген жарақаттау деген мәселе. Ол кісінің репутациясы төмендетілетін еді. Және ғалымдар бұл кісінің пәтуасын тыңдаушы болмаңыздар, бұл адасқан. Сол үшін біз ондай кісіге қарсы кітап жазылған, сол үшін ондай кісіге қарсы кәдімгідей ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, халыққа бұл адам пәтуа беруге құзыреті жоқ, қақысы жоқ деп осындай санкциялау құралы болған. Енді бұл белгілі бір локация ғой, кішкентай ғана жер. Қазір әлеуметтік жер ғой, бүкіл әлемді аралап кетеді. Қазір енді қараңыз, қазір ол санкциялаудың бірнеше түрі бар. Ислам әлемінде. Бірінші түрі ол әрине барып не медресе, немесе ислам тану бойынша университет, магистратура, докторантура оқу арқылы әлеуметтік екінші деңгейдегі статустық алу. Ислам танушы, мысалға теолог, мысалға ұстаз, тағы да басқа осындай қазіргі таңда әртүрлі әлеуметтік діни статустар бар. Сол статустарға осындай формалды диплом арқылы жетуге болады. Яғни медресе оқу арқылы, бағанағы белгілі бір діни университеттерде оқу арқылы осындай статусқа ие болған. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы бұл енді діни салада ижаза деген ұғым бар. Дәстүрлі, тағы да айтайын, орта ғасырлардан келе жатқан бір діни дәстүр бар. Шәкірт келіп ұстаздың алдында белгілі бір кітапты оқиды, сол кітап бойынша ұстазы оған ижаза береді. Ижаза дегеніміз сол кітапты түсіндіруге, сол кітапты оқытуға рұқсат береді. Бұл да бар, екеуі де бар. Көрдіңіз ба? Міне осындай негізінде санкциялау несі бар еді. Қазіргі таңда негізінде пәтуаға жауапты мекеме ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, муфтият, аты муфтият. Муфти деген кісі ол пәтуа беруші тұлға. Яғни тек қана бізде мүфти ғана береді, облыстағы мысалы үшін діни басқармалар бар ғой, жаңағы облыстағы жауап береді. Басқарма емес, имамдар. Олар да пәтуа беруге, яғни ол жерде мен сізге айтайын, біріншіден муфтияттың ішінде шариғат және пәтуа бөлімі бар. Сол бөлімнің әр облыста менің білуімше өкілі бар. Сол облыстағы туындаған сұраққа егер құзыреті жетіп жатса, сол жердегі маман береді пәтуаны. Егер құзыреті жетпесе, ол орталықтан сұрайды. Орталықта сол бөлім жауап беру мүмкін, немесе ғұламалар кеңесі деген не бар, структура бар, сол структура жауап береді. Пәтуа шығару арқылы. Тағы бір сұрақ, енді бұл бізде дін бойынша, яғни жаңағы білім алып, арнайы бір елдерге бар оқып біледі. Сауд Арабиясы бар, Египет бар, Түркия бар. Енді бұған дейін бізде кеңес одағы кезінде, бұрын біз енді шалдарды естиміз ғой, көбінесе мына Өзбекстандағы Бұхараға бар, сол жақтан Бұхари деген секілді. Осы әр елде білім алғанның әрқайсысының жаңағы білімі, немесе дінге деген көзқарасы, олардың насихаттауы, уағыз айтуы, ұстанымы әртүрлі емес пе негізі? Негізінде әртүрлі. Біріншіден бұл жерде айтылатын нәрсе, қазіргі таңда базалық, бастапқы ислам тану білімін алмай шетелге бару дұрыс емес деп есептеймін. Базалық, кем дегенде ол қаншалықты қадағаланып жатыр бұл жақта? Әлде ондай жоқ? Қадағаланады, әрине. Рұқсатсыз немесе базалық ислам тану білімін осы Қазақстанға алмай шетелге кеткен адамдармен әрине қоғам жұмыс жасайды. Тіпті қоғамдық ұйымдар жұмыс жасайды. Бағана біздің әкімдіктердегі дін істері басқармалары жұмыс жасайды. Себебі ол ертең әртүрлі күмәнді жерлерден оқып келіп, сол жердің идеологиясын, сол жердің салт дәстүрін, сол жердің кейбір саяси көзқарастарын дін ретінде таратуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде айтылатын бірінші мәселе
елде өзіміздің Қазақстанда базалық діни білім алмай шетелге шығу дұрыс емес негізінде. Қазіргі таңда біз енді 90 жылдарда шықтық, оқыды, көптеген азаматтарымыз оқыды. Ол кезде біріншіден үлкен бір белгісіздік бар еді. Сосын ол кезде діннің саясатпен араласқан жағдай болмаған еді. Көрдіңіз бе? Қазіргі таңда ондай қажеттілік жоқ. Қазіргі таңда елде ислам университеттері бар. Елде ислам тану мамандығы бойынша оқытып жатқан бірнеше университет бар. Теология бойынша, дін тану бойынша оқытып жатқан көптеген университеттер бар. Таңдау мүмкіншілігі бар. Шетелден ұстаздарымыз бар. Шетелдік мысалға Нұр-Мүбарак университетінде Египеттен келген Аль-Асқар университетінің бірсыпыра 20-дан астам профессоры сабақ береді, ұстазы сабақ береді. Тура сол секілді басқа елдердің өз елімізге келіп сабақ беріп жүрген шетелдік ұстаздар бар. Сол үшін базалық білімді Қазақстанда алу керек. Ал егер одан кейін дамыйым, зерттейм, басқа мәдениеттерді көремін, болашақ программасы секілді шетелден де барып оқып келем десе, магистратура немесе докторантураға барып біздің азаматтарымыз оқып жүр. Бірақ негізгі дүние танымы, әсіресе діни салаға қатысты осы елімізде қалыптасқан тұлғалар. Көрдіңіз бе? Бұл өте маңызды. Сол үшін жастарға да айтарым, елде базалық діни білім алмай басқа елге шықпаңыз деп мен жалпы айтып жүрем. Түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Мамандар негізінде мемлекеттің ресми көзқарасы да осындай. Енді біздің көрермен басым көпшілігі жастар әсіресе, сонымен қатар шығармашыл жастар деуге де болады. Енді заманауи өмір бар. Осы заманауи өмірмен дінді қалай тепе теңдігін табуға болады, жалпы қалай тепе теңдік ұстауға болады. Ана жағынан да асып кетпей, мына жағында асып кетпей деген секілді. Енді біз адамға жүктей алмаймыз, сен таңның атысы, күннің батысы бұлай жаса деп, бірақ дегенмен ол кішігірім өзінің балансын ұстап тұру керек қой. Жалпы дінде орта жолды ұстану деген принцип бар. Орта жолды ұстану. Дінді ұстанам деп дүниені тәрк етуге болмайды, немесе дүниені ұстап, дүние қуып, дінді тастап кетуге болмайды. Діннің негізгі ұстанымы осылай. Кез келген нәрсе, тіпті жақсы болған нәрселердің өзі орта жолмен жасалу керек. Мысалға, Құранда намаз оқығанда орта дауыспен оқуды Құран насихаттайды. Ораза ұстаған кезде де сондай. Қажылыққа барған кезде де, тіпті садақа берер кезде де өз мөлшері бар оның. Қатты асырып берудің қажеті жоқ, және сараң болудың да қажеті жоқ. Осы шамаңа қарай дінді ұстану керек. Енді Құранда да мынандай аят бар: «Ваказалика жаалнакум умматан васатан». Біз сізді орта жолды ұстанатын үмбет қылып жасадық дейді Алла Тағала. Сол үшін пайғамбардың сөздерінде де, басқа ғалымдардың сөздерінде де адам шектен шықпау керек. Тағы бір енді хадис бар: «Иякум вал гулуа фиддин». Дінде шектен шығып кетпеңіздер. Себебі сізден бұрын өмір сүрген қауымдарды осы дінде шектен шыққандары оларды хәләкка, яғни жоқ болуға итермеледі дейді. Сол үшін орта жолды ұстанып, мына өте жақсы дұға бар Құранда, біздің ақсақалдарда бата бергенде кейде сол дұғаны аяғында оқиды: «Я Алла Тағала, бізге дүниеде де жақсылығыңды бер, ақиретте де жақсылығыңды бер». Екі дүниеде де. Екі дүниеде де. Сол үшін бұл жерде бұл екі ұғым бір-біріне қарама-қайшы емес. Дүниенің тіршілігі дінге қарсы емес, дін дүниенің тіршілігіне қарсы емес, ақирет дүниеге қарсы емес дегендей. Сондықтан екеуін қатар ұстап жүру, сол орта жолмен жүру деген принцип бар дінде. Ал енді кезінде дінді қатты ұстанамыз деген кісілер де болған кезінде. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір кісілер келіп айтқан. Біреу айтқан: «Мен енді түні бойы намаз оқимын» деген. Екінші бір адам келген: «Мен енді жыл бойы ораза ұстаймын» деген. Үшінші бір адам келіп: «Мен енді үйленбеймін» деген. Дінді ұстаймын да үйленбеймін, маған бала шаға, мазамды қашыратын нәрсе керек емес деп, сондай бір логикамен осындай үш кісі келіп пайғамбарымызға
осындай нәрселерді айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісілерге ашуланған және айтқан мынау дұрыс емес. Сен ораза ұста, бірақ кейде ораза ұстама деген. Сен ұйықта дейді, кейде намазыңды оқы түнде. Мен үйленген адаммын. Неке жалпы ол сүннет амал, кім одан бас тартатын болса ол бізден емес деген хадисін айтқан. Сондықтан хәләкәл мутанаттиғун деген хадис бар имам Муслимде, 3 рет пайғамбар соңғы. Дінде шектен шыққандар олар хәләк болады, яғни жоқ болады, жойылады деген сөз. Одан кейін мынандай өте көп аяттар бар. Уама жа'ала алейкум фи дини мин харадж. Дінде ешқандай қиыншылық жоқ деген аят бар. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Алла тағала сізге жеңілдікті тілейді, қиындықты тілемейді. Одан кейін пайғамбардың принцип ретінде айтып кеткен хадисі бар, қағида ретінде яссиру ва ла туассиру, жеңілдетіңдер, қиындатпаңдар, башширу ва ла тунаффиру, адамдарға қуаныш сыйлаңдар, бездірмеңдер деген. Діннен бездіру деген проблема бар. Қазіргі таңда бізде Қазақстанда әсіресе кейбір біздің инфлюенсерлер өкінішке қарай діннен бездіріп жатыр халқымызды. Иә, әсіресе анау жаңағы тәңіршілдік деп, жаңағы екі жаққа бір-біріне қарсы қою бар. Бір жағы анау не болып жатыр, мысалы кезінде орамал тағып, кәдімгідей жаңағы кеткен қыздарымыз қайтып шешіп, енді олар бір қарсы насихат айтып жатқан тұстарды кездеседі. Иә. Осы жақта мен енді мына діни енді радикализм дейді ғой, жалпы осыны қарапайым жұртқа қалай түсіндіреміз негізі, қалай байқап қалуға болады ол адамды, әңгімесі бөлек бола ма, әсіресе ата-аналар. Мысалы кейбір әлеуметтік желіге шығады, енді таныстарымызда кездеседі, мысалы кейбір жаңағы білім алған балалар ата-анасының жасап жатқан несіне енді ішкілікке байланысты дұрыс шығар, бірақ кейбір нәрсені біздің дәстүріміздегі дүниені бұны жаңағы қарсы шығып жатады. Бұны ата-аналардың кезінде дұрыс қадағаламауы ма, ата-аналар негізі балаларын ерте осы жаңағы біреулер айтады, мешітке ерте бармау керек дейді, біреулер уақытында барған дұрыс дейді. Әркім әртүрлі әңгіме айтады да, бірақ сіздің пікіріңіз? Менің жеке пікірім, әрине бізде 90 жылдардың аяғы, 2000 жылдардың басында халқымыз күнкөріспен көп айналысып кетті. Себебі жағдай қиын еді. Сол кезде туған біздің інілеріміз, қарындастарымыз кішкене тәрбие жағынан, енді орысша айтады ғой, потерянное поколение болып қалды. Кішкене жоғалтып алдық. Әсіресе сол кезде туған, мен енді жиі түзеу мекемелеріне кірем, 90 жылдардың аяғы, 2000 жылдардың басында туған біздің бауырларымыз көп сотталып жатыр. Бұл жерде отбасыға байланысты бір кемшіліктер бар, оны мойындау керек. Ата-аналар кезінде бағанағыдай күнкөрістің несімен, шаруашылығымен балаларды кейде ұмытып қалған жағдай бар. Содан бала интернет уже пайда болды, кейбір бағанағы діни әңгімелер көп айтыла бастады. Сол кезде ілініп кеткен, сол идеология ілініп кеткен жастарымыз болды. Екіншіден, бұл жерде әрине интернеттің да үлесі өте үлкен. Біздегі енді радикалданудың ең үлкен пайызы сол интернеттен болып жатыр. Ақпаратты әлі бар ма? Әлі бар. Бұрынғыда емес, кішкене азайған шығар. Әлі бар. Жоқ, олай емес. Мен сізге айтайын. Біздің осы биыл жарты жылдың ішінде 60 адам сотталды бізде. Солардың ішінде әсіресе радикализмнің жасаруы деген үрдіс байқалып жатыр. Яғни мен өзім жеке осы Ақтөбеде болдым, Қарағандыда бір жас бала сотталды. 15-17-18 жасар біздің жастарымыз сотталып жатыр. Сол кезде себебін қарасақ, сұрастырсақ, мен кездестім ол жас балалармен, мектеп оқушылары, колледж оқушылары неге адасып жатыр? Біз мынандай телеграм каналға жазылған едік, сол канал арқылы осындай ақпарат келді, біз соны тұтындық, сосын оны тараттық дегендей. Осындай ақпараттық қауіпсіздікке байланысты кейбір ақауларымыз бар. Одан кейін енді жалпы психологиялық манипуляция да бар. Мысалы, сіз белгілері туралы айтып кеттіңіз ғой. Бірінші деструктивті ағымның енді белгісі ол ақиқаттың монополизмі. Деструктивті ағым айтады, ақиқат тек қана бізде бар, мына қалған халықтың бәрі адасқан,
бұлардың барлығы ауру. Біз болсақ әлемдік деңгейде осы халыққа ұстаз болатын адамдармыз. Сондай рөлге кіргізеді жастарды. Содан ана бала бір сәтте жоғарылайды да ата-анасына ақыл айта бастайды. Мектептегі ұстазына, мұғаліміне айта бастайды. Тіпті ешқандай авторитетті мойындамайтындай деңгейге жетеді. Нигилизмнің сондай бір деңгейіне жетеді. Бірде-бір авторитет оған авторитет болып есептелмейді бұдан кейін. Дін әрине ондайға жол бермейді. Діннің негізінде, бұнда айтып кетейін, сіздің алаңыңызды қолданып. Дінде негізінде кем дегенде 4 деңгейдегі ақпарат бар. Діннің біріншіден кітаптарда ма'лум минад-дин бид-дарура деген деңгейдегі ақпарат бар. Бұл діннің аксиомалары, ауыспайтын негіздері. Құдайға сену, ақиретке сену, жұмақ бар, тозақ бар, періштелер бар, Құдайдың бірлігі секілді нәрселер. Көрдіңіз бе? Бұларда өзгеріс болмайды. Бұлар діннің аксиомалары, және бұл мәселелерде талас жоқ мұсылмандар арасында. Екінші мәселе ол муджмаун алейх деп аталады кітаптарда. Яғни бүкіл мұсылман үмбеті келісілген нәрселер, ижма жасаған нәрселер. Мысалға, Құран хадисте есірткі туралы айтылмаған. Жоқ, о кезде жоқ. О кезде жоқ. Кейіннен шықты ол, бірақ бүкіл ислам әлемі бұл есірткі деген харам, бұны тұтынуға болмайды, бұл тыйым салынған нәрсе деп бүкіл ислам үмметі келісілген. Бұда да өзгеріс болмайды. Бір кісілер шығып, мына жерде рұқсат етеміз дегендей әңгіме айта алмайды. Ал енді мына екі мәселеде ешқандай өзгеріс жоқ. Бұлар заман ауысуымен, мекеннің ауысуымен ауыспайды. Бұлар жасанды интеллект қосылса да еш нәрсе ауыспайды. Бұдан кейін үшінші деңгейдегі ақпарат бар дінде. Ол риуаят, мазхаб деген ақпараттар. Бұл жерде өзгерістер кіре бастайды. Бұл жерде плюрализм басталады. Плюрализм. Яғни Ханафи мазхабы, Шафи мазхабы, Малики мазхабы, Хамбали мазхабы. Тіпті Ханафи мазхабының ішінде 2 түрлі пәтуа болуы мүмкін. Хамбали мазхабының ішінде 3 түрлі риуаят болуы мүмкін. Тіпті мысалға мұсылмандар, сүннит мұсылмандардың оқитын Сахих Бухариде бір мәселе бойынша 3 түрлі риуаят келуі мүмкін. Қаматты қалай айтамыз? Қысқа айтамыз ба? Билал Хабашиден риуаят етілгенде, немесе ұзақ айтамыз ба? Ханафи мазхабының ұстанымы бойынша Абу Махзура хадисімен. Бұл жерде плюрализм басталады. Одан кейін ең төменгі деңгей ол пәтуа. Пәтуа ол кез келген жағдайда ауысып кетуі мүмкін. Сұраған адамның сұрақты қойған адамның жағдайына қарай пәтуа ауысуы мүмкін. Үлкен кісінің қойған сұрағына бір түрлі пәтуа беруші адам жауап беруі мүмкін. Жас жігітке тура сол сұрақты қойса басқаша жауап беруі мүмкін. Енді радикализмде қандай үрдіс бар? Олар мына 4 деңгейдегі ақпараттың барлығын қатайтқысы келеді. Мына жоғарыдағы діннің аксиомасына айналдырғысы келеді. Көрдіңіз бе? Бұл діннің табиғатына қайшы. Көрдіңіз бе? Мына жерде плюрализм болатын болса, 2 төменгі деңгейде ол плюрализм болып қалу керек. Радикалдар келеді, мұнаның бәрін қатайтып береді. Ең бағанағы майда мәселелердің өзін парызға айналдырып жібереді. Ең майда нәрселердің өзін міндетке айналдырып жібереді. Көрдіңіз бе? Осы жерден бастап қайшылықтар басталады. Осы жерден басталып қақтығыстар басталады. Екінші мәселе. Бұны енді қазіргі таңда Мақсұт Нарықбаев университетінде құқықтанушыларға сабақ берем. Сол сабақ аясында түсіндірем. Жалпы адамның өмірін, іс-әрекетін реттейтін кем дегенде 4 әлеуметтік регуляторлық жүйе бар. Адамға бағыт беретін. Іс-әрекетін реттейтін 4 кем дегенде. Соның бірі салт дәстүр, әдет ғұрып, адамға белгілі деңгейде бағыт береді. Мынаны жаса, мынау дұрыс, мынау бұрыс, мынау ұят, мынау обал, мынау жаман болады дегенде бағыт бағдар береді. Екінші әлеуметтік регуляторлық жүйе ол дін. Дінде өзінің нұсқаулары бар. Мынау харам, мынаған жолама, адам өлтірме, ұрлық жасама, мынандай нәрселерді жеме, мына нәрселерді жаса дегенде осындай адамның сыртқы іс-әрекетін реттеуге тырысады. Үшіншіден ол корпоративтік регуляторлық жүйе дейміз. Ол да белгілі деңгейде, мысалға әрбір спорт саласында
спорт саласында ережелер бар. Сізде қалай ережелер болатын болса, тура сол секілді ережелер бар. Олар салт дәстүрде де жоқ болуы мүмкін, ол ережелер. Дінде де жоқ болуы мүмкін. Мемлекеттің заңында да болмауы мүмкін. Мысалға, футболдың ережелері, баскетболдың ережелері, корпоративтік ережелер. Және ең маңыздысы соңғысы мемлекеттің заңы. Ол да адамның сыртқы іс әрекетін реттейтін құқықтық жүйе. Дәстүрлі дінде бұл 4 жүйе бір-бірімен үйлесімді адам өмір жасай алады. Яғни салт дәстүрінде жасайды, дінінде ұстанады, футбол ойнаса футболдың ережесін сақтайды, және мемлекеттің заңын бұзбайды. 4-еуін қатар жүргізеді. Деструктивті ағым келеді да, мына 4-еуін бір-бірімен адамның санасында бір қақтығыс жасап қояды. Сен айтады, сен тек қана дінді ұстануың керек. Сен дінді ұстансаң, салт дәстүр ұстай алмайсың, ол бәрі адасушылық. Сен дінді ұстансаң, мына мемлекеттің заңына бағына алмайсың. Сен дінді ұстансаң, тіпті мынау корпоративтік ережелерді сақтай алмайсың дегендей, мына 4 жүйені адамның ең әуелі санасына қақтығыс жағдайындағы насихаттап береді. Содан адам енді бір жағынан мемлекетте өмір сүріп жатыр, белгілі мемлекеттің заңы бар. Екінші жағынан өзінің ұлтының салт дәстүр әдет ғұрпы бар. Сол жерде де бір қақтығыс шығарады. Және жүрген жері қақтығыспен қалай айтайын, қақтығысқа толады өмірі. Себебі оның ең әуелі санасында ол 4 жүйе бір-бірімен қақтығысып жатыр. Содан санада қақтығысқаннан кейін ол сыртқы іс әрекетте де қақтығысқа ұласады. Көрдіңіз бе? Бұл екінші белгісі. Біріншісі ақиқат монополизмі. Біз ғана дұрыс, қалғандардың барлығы адасқан, және біз әлемдік ұстазбыз. Біз осыларды зұлымдықтан, қараңғылықтан нұрға, білімге шығарамыз деген монополистік осындай ұстаным. Екіншісі бағанағы әлеуметтік реттеуші жүйелерді бір-бірімен қақтығыстыру. Көрдіңіз бе? Енді одан бөлек бізде енді көбінесе сыртқы сипаттарға, белгілерге көбірек мән береді, бірақ негізінде мәселе санада, мәселе сыртқы көрінісінде емес. Сондықтан ең әуелі сол санамен дұрыс жұмыс жасай білу керек, көрдіңіз бе? Үшінші белгі, ондай тұлғалар көп жағдайда өзінің тарихи тамырларынан ажыраған болып есептеледі. Яғни өзінің тарихын мансұқтайды, өзінің ұлттық бірегейлігін мансұқтайды. Ондай елдер бар ғой. Иә. Ондай елдер бар ғой деймін, жаңағы бірыңғай бұрынғы өздерінің салт дәстүрін біраз ұмытқан бізде елдер бар ғой. Елдер бар, әрине, бар. Мысалы, енді жаңағы шетелге шыққан кезде көреміз, бұрынғы салт дәстүрі өзінің үлкен тарихы барын кәдімгідей жоғалтып кеткен елдер бар. Дұрыс айтасыз. Енді былай ғой, бұны талай подкасттарда айттым. Мынау Францияның Оливье Руа деген атақты ислам танушысы бар. Мұсылман емес дегенмен осы ислам әлемін өте мықты зерттеген ғалым. Сол кісі айтады, қашан мұсылмандар мәдениетті діндерінен ажыратқан болса, мәдениетін өзінің діннен, аккультурация религии дейді. Сол кезде радикализмнің бірінші сатысы басталды деген сөз. Дін мен мәдениет тұтас болу керек. Бөлек болмау керек. Бөлек болса дейді, ол жерде радикализм басталады. Жалаң дін мәдениетсіз. Ол көп жағдайда радикализмнің бір белгісі болып есептеледі деген сондай бір тұжырымдама, сондай бір теорияны ол кісі өзінің глобализированный ислам деген орыс тіліне аударылған кітабы бар. Сол жерде сондай нәтижелер жазады. Негізінде радикализмнің белгілері көп. Зорлық зомбылықты ақтау. Зорлық зомбылықты діннің атымен ақтау. Мен мынаны өлтіре алам, мен мынаның мал мүлкін тартып ала алам, мына кісінің ар намысы маған рұқсат етілген дегендей осындай зорлық зомбылықты ақтайтын болса, дін атын жамылып, ол да бір радикализмнің белгісі болып есептеледі, көрдіңіз бе? Одан кейін радикализмде өте басым бір мәселе ол өлім культі. Енді дінде жалпы өмір ол Құдайдың берген үлкен неғметі болып есептеледі. Өмір ол позитив болып есептеледі. Ал өлім болса ол сынақ. Пайғамбарлардың өзі бағана өлімнің қиыншылығынан Аллаға сыйынған. Өлім ол сынақ, өлім ол
негатив. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: ля ятаманна ахадукумул маута. Ешбіреуіңіз өлімді аңсамасын дейді. Үміт етпесін. Көрдіңіз ба? А қазіргі таңда деструктивті ағымдар бұл екі ұғымның орнын ауыстырып қойды. Өлімге жүгіртеді жастарды. Сирияға, тағы да басқа әртүрлі зорлық-зомбылық акцияларына, тіпті кейбір әрекеттер жасатады да түрмеге қаматады. Не де болса, өлім культін емес, керісінше өмір культін емес, өлім культін насихаттайды. Бұл да қазіргі деструктивті ағымдардың бір белгісі. Өлім туралы көп айту, өлім. Сонымен адам осы өмірден суып қалады. Көрдіңіз ба? Тамырдан ажырау, өлім культі, зорлық-зомбылықты насихаттау, немесе оны дін атын жамылып ақтау секілді көптеген белгілері бар. Жалпы 70-тен астам белгісі бар деп айтылады. Осыны бәрін жастар білу керек. Енді өзіңіз бастап жаңағыдай көп мекемелерге барып, мысалы жұмыс жасап жатсыз ғой негізі. Түсіндірме жұмыстары қаншалықты бұлай эффекті бар? Бір айтылғанмен ол қайтып келмейді ғой. Бұл мынандай мәселе ғой. Адам өзінің әлемдік, енді адамның, кез келген адамның санасында әлемнің бейнесі қалыптасады. Ол жылдар бойы өзінің әлемінің. Өзінің жалпы әлемнің бейнесі, мировоззрение, дүние танымы дейміз ғой. Әрбір адамның дүние танымы, мынау саусақ іздері секілді, ол қалай айтайын, қайталанбайды. Көрдіңіз ба? Адам өмір бойы ақпаратты тұтыну арқылы осындай әлемнің бейнесін қалыптастырады өзінің басында. Ол әлемнің бейнесін қалыптастырғаннан кейін болды, ол оның үшін өзінің жайлы үй секілді. Себебі ол соған белгілі ақпаратты тұтынды, бір нәрселерді оқыды, мектеп оқыды, университет оқыды, интернетте мақалаларды оқыды, сіңірді, және оны белгілі деңгейде бір әлемнің бейнесіне айналдырды. Және ол үшін ол өте жайлы әлемнің бейнесі. Сол әлемдің бейнесін ауыстыру өте қиын. Парадигманы ауыстыру өте қиын. Сол үшін жеке өзімнің тәжірибемді айтайын, 20%-дан аспайды. Яғни 5 адаммен сөйлескен болсақ, соның біреу ғана ойлануы мүмкін. Біреу қайтады, қалған 4-еуі өзінің парадигмасында қалады. Көрдіңіз ба? Онда жаңағы жазасын өтеп шыққаннан кейін қайтып ол қоғамға келеді ғой. Әлде үнемі сол жерде қала ма, өмір бақи? Өлім ол қоғамға келеді, бірақ қоғаммен араласпауы мүмкін. Көрдіңіз ба? Қоғамды тағда айтайын, жау, адасқандар, бидғатшылар, кәпірлер деп көруі мүмкін. Себебі оның парадигмасы сонда қалыптасып қойды. Ол парадигма ол үшін жайлы. Парадигманы ауыстыру негізі мына миға өте қатты әсер етеді. Ол біраз мына энергия болу керек. Ана интеллектуалды жалқаулық болмау керек деп айтам мен. Жалпы интеллектуалды жалқау адам ол парадигманы ауыстырмайды. Ал интеллекті бар, жаңадан ақпарат іздеп, оны талдап, мысалға салыстырып, мен неге осындай жағдайға түсіп кеттім, дін бұны расында насихаттай ма, осындай болуымды деп өзіне әртүрлі сұрақтар қоятын болса, ол шығады. Бірақ көбісі, радикалдардың көбісі интеллектуалды тұрғыдан жалқау, сол үшін парадигмасынан шықпайды. Бірақ бұл жұмыс жасамау керек деген сөз емес. Біздің әрбір қоғамда бағанағыдай наркомандар бар, әр қоғамда маскүнемдер бар, лудамандар бар, Құдай сақтасын, әртүрлі қылмыстық топтар, қылмыстық әрекет жасаған адамдар бар. Жаңа түрлері көп шығып жатыр. Алаяқтық өте көп қазір. Интернет мошенниктер көп, алаяқтар неше түрлі. Сол үшін осылардың бәрімен жұмыс істеу керек, және бұл әлеуметтік дерттердің алдын алуда ең әуел осы өзіңіз жүргізіп жатқан ағарту жұмыстары өте маңызды. Көрдіңіз ба? Енді сіз нақты айналысып жүрсіз ғой. Жалпы бұл жерде біз мысалы үшін тереңдеп білмегеннен кейін аса бір белгілі бір деңгейден аса алмаймыз. Негізі менің ойымша кім өзінің жаңағы көрермені бар, елдің болашағын ойлайтын, енді бұл аса бір қатты немес шығар. Сонда да әйтеуір шама келгенше ағартушылықпен айналысқан дұрыс сияқты. Ол міндетті түрде енді тек қана емес, ең бірінші кезек білім, тәрбие.
белгілі бір ұстанымдар, осының ең болмағанда бір кішкентай бөлігін алып қалса, ол андай проблемаларға тап болғанда сәл ойлану керек мына санасына. Енді әлеуметтік желіде мына жастармен жұмыс жүргізгеннен кейін кездесіп қалып жатады. Меніңше бірнеше ұстаздар бар. Енді сізге атын атамай-ақ қояйын. Жалпы ата-ана өсіріп отқан енді бір 16-17-ке бір шамалы өзін алып кеткенше дейін жастарға ата-анасы қарайды ғой. Жалған ұстазды қалай анықтауға болады? Бұл жерде ең бірінші адамның енді соңғы кезде, мен жастармен де көп кездесемін, университетте жұмыс істегесін, мынандай сұрақ туындайды, қай ұстазды тыңдауымыз керек деген сұрақ жиі қойылады. Құдай тағала әрбір адамға ар-ұждан берген. Өзінің ішіндегі фурқан деген ұғым бар, соны берген. Ең әуелі адам сол өзінің санасынан, өзінің ар-ұжданынан сұрау керек. Совесть дейді ғой орысша. Екіншіден, ақыл деген Алла тағала үлкен неғмет берген адамға. Басқа жаратылыстардан жоғары бізді қоятын нәрсе ол ақылымыз. Сол үшін ұстаздардан бөлек біріншіден адам өзінің ар-ұжданынан сұрау керек және ақылынан сұрау керек. Ең әуелі. Одан кейін екінші деңгейде енді қоғамда бағана санкциялау мәселесін қайтатын болсақ, қоғамда жалпы діни қызметке байланысты заң бар бізде. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы бізде заң бар. Кез келген адамға діни мәселелерде бағанағыдай пәтуа беруге немесе ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуге негізінде заң рұқсат бермейді. Сол үшін осындай рұқсаты бар. Республикалық деңгейде ақпараттық түсіндіру топтары бар. Облыстық деңгейде ақпараттық түсіндіру топтары бар. Сосын ресми түрде діни қызметпен айналып жүрген имамдар бар. Ресми түрде бағанағы адасқандармен жұмыс жасап жүрген теологтар бар. Осындай санкциялаудан өткен білімі бар мамандарға жүгінуге болады. Жоқ, ито бір мәселе, проблема болып жатса ғана жүгіну керек секілді. Өте дұрыс айтасыз. Бірінші кезек жаңа ар-ұждан, ақылыңа сал, ол айтты екенде бұл қандай көңіл күйде тыңдауға да байланысты ғой, мысалы. Өте дұрыс айтасыз. Ашуланып тыңдасаң мүлдем басқаша көзқарас. Дұрыс айтасыз. Жалпы бала енді кейбір ата-аналар енді баланың жаңағы кішкене Құран оқып, кішкене дінде де бір хабар болса екен deyip, оған ең алғашқы қай кезден бастап жалпы қалай үйреткен дұрыс? Мысалы кішкентай кезінде медресеге жібереді жаздай. Жаздай әрбір мешітте курстар болады, жаздық Құран курстары болады. Сол жаздық Құран курстарға жіберсе болады. Ешқандай бұның несі зиян жоқ, себебі бұл жерде рұқсат етілген, бұйрығы бар, ешқандай заңды бұзбайтын ұстаздар, имамдар, наиб имамдар сабақ береді. Ол бір. Екіншіден тағы маман болам деген жастар болса, оларға айтарымыз жалпы медресе оқысын. Медреседен кейін бізде университеттер бар. Дін саласында бағанағыдай жұмыс істеп жатқан Нұрым Барак секілді, Казгу, Аль-Фараби атындағы ұлттық университет бар, Гумилев атындағы біздің Евразия ұлттық университеті бар, тағы да басқа қалаларда университет, Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи университеті бар дегендей, осындай маман болам десе осыны. Ал енді маман болмайым, бірақ дінімді білуім керек, немесе балам дінін білсін десе, ол кезде әрбір мешітте жазда өткізілетін Құран курстары бар, діни сауаттылық курстары бар дегенде осындай. Яғни ол жерде олар кішкене иммунитет қалыптастырады. Иммунитет қалыптастырады, міндетті түрде. Бір жағдай болды да, қай бір жылы, осы 7-8 жыл бұрын, бір осы Астана қаласында шақырды. Ана жерде балалар күндіз сабақ оқиды, кешке сол жерге барып жатады, тамақтары бар. Жаңағы Құран оқиды, діни білім алады, сосын маған жаңағы сауап болсын деп балаларға бір ораза кезінде ауызашар беріңіз деді. Жақсы, енді шыққаннан кейін ой жоқ деп не берген жоқ, мен де онсыз да мұсылманбыз, содан апарып бердім. Ана жерге бардым, жаңағы немізді бердік, ауызашар болды. Бірақ бір
кейбір әңгімелері кішкене көңіліме алып қалдым мен негізі. Сосын артынан сұрастырсам мұндай көп екен. Бұл қаншалықты заңды ол жерден үйреніп шығады, онда бірақ жаңағы дін басқармалар бар, барлығы оны қадағалап отыратын шығар. Қадағалап отырады, әрине. Бұл практикада бар нәрсе ме негізі? Бұл негізінде былай айтайын, мен сразу айтайын. Негізінде баланы белгілі бір жасқа келгенше дейін отбасынан суырып алып кету дұрыс емес деп есептеймін. Иә, міне. Соны біріншіден соны белгілеуіміз керек. Ана жерде мысалы үшін бір 15-16 жасар бала, ол әлі толық қалыптаспаған, енді мүмкін жағдайы жоқ шығар. Бірақ сонда да ата-ана бұл жерде кішкене жауапты болу керек сияқты. Ата-ана жауапты болу керек. Мен сізге өзіміздің елден бөлек мына батыстан мысал берейін. Батыста кезінде діни жамағаттар балаларды әсіресе жергілікті, мына Канадада әртүрлі ұлттар бар ғой, жергілікті. Сосын мынау өткенде Гренландия, Дания, басқа елдерде де сол жердегі шіркеулер балаларды өзінің дәстүрлі отбасыларынан шығарып, себебі ол халықтар жергілікті бағанағы христиан емес халықтар еді. Сол балаларды христиан шоқындыру үшін былай айтқанда отбасыларынан шығарып, кішкентай жасынан бастап сол өздерімен бірге жатқызған, өздерінің мектептерінде, жататын жерлерінде. Көрдіңіз ба? Сол жерде пропаганда жүргізген сол балаларға. Сол үшін бала мысалға 16 жасқа толмай, оны отбасыдан шығару мен қазіргі таңда дұрыс емес деп есептеймін. Және сол батыстың шіркеулері кешірім сұрады сол жергілікті халықтарынан. Себебі олар айтты, біз сіздің мәдениетіңізді, біз сіздің әдет ғұрыптарыңызды ұмытқыздық дейді да, осы балаларыңызды өзімізге жатқызып, өзіміздің мына мектептерімізге, жатақханаларымызға жатқызып, біз балаларыңызды өзіңіздің ұлттық дәстүрден ажыраттық дейді. Біздің ислам әлеміне де бұл өте маңызды. Бала шамамен 16 жасқа жетпей, оны суырып алып бір жерге жатқызу, 13 жасар бала болсын, 14 жас дұрыс емес деп есептеймін. Қазіргі таңда осындай менің жеке ойым бар, соған ата-аналар мән беру керек. Көрдіңіз ба? 16 жастан кейін шамалы әрекетке қабілеттілігі пайда болады. Баланың уже медресе оқуға болады. Бірақ одан төмен жастағы балаларды семьясынан суырып алып, өзінің ұлттық кодынан ажыратуға болмайды деп есептеймін. Көрдіңіз ба? Екіншіден сіз айтқан мекемелердің біразы қазіргі таңда тексеру жүріп жатыр. Тіпті кейбір мекемелер бойынша соттың шешімдері шыққан, жасап жатқан істер заңсыз екендігі дәлелденген, соттың шешімі шыққан. Сол үшін бұл жерде айтарым, тағы да енді біз Құдайға шүкір дамып жатырмыз, еліміз дамып жатыр. Балаларды осындай әртүрлі жататын діни ұйымдарға 16 жасқа дейін жатқызу дұрыс емес деп есептеймін. 16-да ерте емес пе? 16 ерте емес, себебі бізде медреселер бар. Ресми медресеге ол бала 9 класс бітіргеннен кейін түсе алады. 16 жасқа жеткенде. Шамамен 16, қанша болады? 16-17 сол маңай. Негізінде осындай проблема бар. Барлық мынау діни жамағаттар балалардың дүниетанымын өздерінің идеологиясына сәйкес қалыптастыру үшін балаларды өз отбасыларынан шығарып алуға мүдделі болады. Бұл тек қана ислам әлеміне тән мәселе емес. Барлық неде бар? Бүкіл діндерде бар. Тағы да айтайын, Канадада әртүрлі Илиут деймін, мен аттары есімде жоқ. Сол жердің жергілікті ұлтты шоқындыру үшін кезінде қазіргі таңда сол биліктегі сол жақтағы шіркеулер кешірім сұрап жатыр сол ұлттардан, жергілікті ұлттардан. Көрдіңіз ба? Сол үшін жатқызу мәселесінде менің көзқарасым осындай. Анау ұлттық дәстүрден, ұлттық отбасылық құндылықтардан ажырату үшін көп жағдайда жамағаттар осындай қадамға барып жүр. Баланы міндетті түрде шығарып алу керек. Ол 17-18 болса, шамалы ақылы бар, ақыл тоқтатқан деген, кішкентай баланы алып кету жалпы дұрыс емес деп есептеймін. Жалпы біздің енді салт дәстүріміз негізі былайша айтқанда ешбір ұлттан кем емес ұлтпыз ғой, былайша айтқанда өте бай дүниелеріміз бар енді. Өзіміздің философиямыз бар енді, керемет. Жалпы осы салт дәстүр мен исламның арасында бір-біріне келмейтін дүниелер бар ма?
Қазіргі жалпы батыста болсын, Ресейде болсын құқықтанушылар бар. Исламды зерттеп жүрген құқықтанушылар, юристер бар. Олар айтады, жалпы бағана айтып кеткен 4 жүйенің арасында 95% үйлесімділік бар. 5% қарама-қайшылық бар. 95% үйлесім бар. Заңда айтады, адам өлтірме, дінде айтады, адам өлтірме, салт дәстүрде адам өлтірме дейді. Ұрлық жасама, ұрлық жасама, ұрлық жасама. Дегендей ортақ 95% нормалар бір-біріне сай. 5% қарама-қайшылығы бар. Тек қана не емес, бұл жерде тек қана діннің салт дәстүрмен емес, діннің мемлекеттің заңымен, немесе мемлекет заңының кейде салт дәстүрмен қарама-қайшылықтары болып жатады. Негізінде 95% үйлесімділік бар. Енді дәстүрлі дін осы 95% үйлесімділікті насихаттайды. Радикалдар 5% қарама-қайшылықтарға назар аударады. Сол 5%-ің өзі 50%-ға да көтеріп кететін сияқты көрінеді ғой бізге. Солай. Ойбай, дінді ұстансаң, бағана айтып кеттім ғой. Ол радикалдардың түсінігі бойынша сен дінді ұстансаң, сен салт дәстүрді ұстай алмайсың, кешірім сұраймын, мемлекеттің заңын ұстай алмайсың дегендей осындай бір түсінік қалыптастырады. Көрдіңіз ба? Сонымен бір-біріне қарама-қайшылық қояды. Негізінде бар қарама-қайшылықтар бар. Мысалға, заңда тыйым салынған нәрсе дінде айтылған болуы мүмкін. Немесе жақында білесіз, бізде қыз ұрлауды мемлекет қылмыстық кодекске енгізді. Ол дәстүр бар ма? Зомбылық жаңағы. Бар еді ол дәстүр. Балаларға байланысты. Жоқ, қыз ұрлау деген салт бар ғой, бір келісіп қояды да екі жақ. Содан кейін ұрлайды. Бірақ қазір таңда ол қылмыстық кодекске енгізілді осы биыл. Көрдіңіз ба? Демек, бұрынғы болған әдетпен қазіргі біздің заңымыздың арасында қайшылық бар. Тура сол секілді ислам әлемінде қанға қан деген ауру бар. Екі ру, бағанағы кровная месть дейді ғой орысша. Бұл енді сол елдердің салт дәстүрінде бар. Кек қайтару. Бірақ дінде жоқ, және мемлекеттің заңында да тыйым салынған. Көрдіңіз ба? Осындай, бірақ 5%-дан аспайды бұл қарама-қайшылық. 5%-дан аспайды. Тіпті кейбір құқықтанушылар айтады, тіпті ол 2-3% да болуы мүмкін. Қалған жері үйлесімді. Көрдіңіз ба? Мәселе бұл жерде қақтығыстарға емес, қарама-қайшылықтарға емес, керісінше үйлесімге көбірек назар аудару. Дәстүрлі дін осы үйлесімге көбірек назар аударады, және тағы да айтып кетейін, дәстүрлі ұстанымдағы адам ол салт дәстүрін мойындайды, дінін ұстанады, мемлекеттің заңын бұзбайды, және корпоративтік бір қарым-қатынастарда болатын болса, сол корпоратив қарым-қатынастарды да сақтайды деген сөз. Радикал керісінше, ол үшеуін ығыстырады да, тек қана дінді ұстанам дейді, болды. Сонымен шектен шығады. Соңғы кезде дінді реформалау керек деген бір пікірлер шығып жатыр. Сіздің өз қарасыңыз қалай? Дін былай ғой, дін реформаланбайды негізінде. Мұсылмандар ең әуелі даму керек. Дінде негізінде діни тұрғыдан дінде ешқандай проблема жоқ. Проблема адамдарда. Проблема адамдарда. Көрдіңіз ба? Бір жағынан діни сауатсыздық бар. Екіншіден мынандай радикалды әртүрлі топтар бар. Үшіншіден халықты кішкене ақымақтандырып жатқан, адастырып жатқан кейбір біздің инфлюенсерлер бар. Міне осы мәселелер бір-бірден діни салада қандай мәселелер бар, бір-бірден талданып, соларға балама ағарту жұмыстары, немесе бір курстар ұйымдастырылу керек па, қандай нәрсе енгізу керек болса, соларды жасау керек. Бірақ негізінде діннің өзіне проблема жоқ, проблема сол дінді ұстанып жүрген адамдарда. Сол үшін ең әуелі діни сауаттылық деңгейін көтеру керек, сол діндарлардың ең әуелі. Біз санымыз көп, бірақ сапа... Сіз айтпақшы 95% мысал үшін 5% саналы адамдар, 95% өкінішке қарай көпшілігі. Оның нелері, көріністері бағана айтып кеттіңіз ғой. Намаз оқиды, кейін тастайды.
орамал Ол тағады, мысалы киім тағады. елдің алдында жүрген адамдар ғой, намаз Иә, оқыды ма ары қарай дұрыс әдемі намазын оқи берсін. Ол жұрттың көзінше тастап кетеді да, ол да бір дінге деген басқа бір кереғар Керемет дұрыс. көзқарасты. Исламофобияны қоздырады. Иә, сондай. Сол үшін әрбір жалпы діни саланы бір талдау керек. Қандай проблемалар бар? Әр бір проблема бойынша ұсыныстар болу керек. Мына мәселені қалай жоямыз? Мына мәселемен қалай күресеміз? Мына мәселені қалай дұрыстаймыз? Дегенде осындай көптеген ұсыныстар болу керек. Және мамандар, осы дін саласының мамандары осы қоғамдағы дінге қатысты мәселелерді, әлеуметтік дерттерді шешу үшін жұмыс жасау керек. Қаншалықты күшіміз жетіп жатыр осыған? Жұмылдырылатын болса, күшіміз жетеді деп ойлаймын. Барлығын. Жалғыз осы діни өкіл, дін жаңағы бағытында жүрген адамдар емес, мысалы үшін теолог, ғалымдар болсын, басқа да қоғамда жүрген. Енді басқа қоғамның проблемаларына ол саланың маманы емеспін, мысалға. Дегенмен діни саланың мәселелерін айтып отырмын. Діни саланың проблемаларын, мәселелерін шешу үшін біздегі қазіргі діни кадрлардың әлеуеті жетеді деп ойлаймын. Жақсы. Солай ойлаймын. Бірақ жұмылдыру керек, бағыт-бағдар болу керек, белгілі деңгейде стратегия болу керек, даму стратегиясы болу керек дегенде осындай. Кәдімгі жүйелі жоспар, кәдімгідей. Сосын бір не да осы, неге бізде түрлі уағыздар тыңдайсың, неге осы ғылыми жаңалықтар, ғылым алыңдар, білім алыңдар, жаңалық ашыңдар деген әңгіме аз? Өкінішке қарай, ол бірінші мұсылмандардың буындарына тән нәрсе еді. Жаңалық ашында. Кезінде Абу Насыр әл-Фараби қаншама жаңалық ашты ғой. Көп қой. Абу Насыр әл-Фараби бар, Абу Али ибн Сина бар, Әл-Бируни бар, Ұлықбек бар, көптеген Әл-Хорезми бар дегендей. Көптеген осындай ғылыми жетістіктерге мұсылмандар жеткен еді. Кезінде мұсылмандар кез келген білімді алады да, соны дамытатын еді. Көрдіңіз бе, мысалы, алгебра мұсылманның сөзі, алгоритм қазіргі таңда мына бүкіл гаджеттеріміз алгоритммен істейді, мұсылманның сөзі, көрдіңіз бе? Сол білімді дамытатын еді. Қазіргі таңда біз ол ғылымдарды кішкене жаңа нәрселерді кішкене солардан алыс болып қалдық. Бұл бір жағынан дұрыс нәрсе емес деп есептеймін. Білім ол Құранның бірінші бұйрығы, білесіз, Құранның бірінші аяты иқра деп басталады, оқы деп басталады. Жалпы мұсылмандарда бұрын білім культі болған. Адамдар кәдімгі білім талап ету үшін 10 жыл сапарда жүрген. Көрдіңіз бе? 15 жыл сапарда жүрген. Бәленбай 1000 километр аралап келген. Абу Насыр әл-Фараби қай жерде жатыр? Ол Дамаскта жатыр. Шамда. Сол жерде жерленген. Көрдіңіз бе? Тура сол секілді кез келген ол кездегі ғалымдардың биографиясын қарасаңыз, ол жүрмеген жері жоқ. Тәлім алмаған медресесі, немесе мешіті, ұстазы жоқ деуге болады. Көп жерлерді аралаған, көрдіңіз бе? Қазіргі таңда ондай талап жоқ, ондай ыждахат жоқ, өкінішке қарай. Қазіргі таңда біз сол бірінші буын мұсылмандардың білімге деген ол кісілер ғашық болған кәдімгідей. Тіпті Абу Насыр әл-Фараби үйленбеген, тіпті мысалға. Тағы да басқа ғалымдарды, тіпті мынау қазіргі таңда радикалдар өздеріне көсем деп ат қойған шейх Ибн Таймияның өзі үйленбеген. Неге? Себебі олар барлығы ғылымға, білімге, жаңашылыққа, о кездегі технологияға, о кездегі инновацияларға ғашық болған кісілер еді. Қазіргі таңда ол ғашықтық жоқ. Бізде дінді дәрет пен қажылықтың арасына қамап қойған бір өзіміздің жағдайымыз бар. Дін десе қазіргі таңда дәретпен басталады. Дәрет, намаз, ораза, зекет, қажылық, сонымен қажылықпен бітеді. Ал енді діннің құлық мінезге әсері, көркем мінез қалыптастырудағы бұрынғы рөл қайда кетті? Діннің білімге қосатын үлесі, біз айтып кеткен ғалымдар қайда қазір? Неге қазір бізде Әл-Хорезми жоқ? Мысалға, неге бізде қазір Ибн Сина жоқ? Медицинада Нобель лауреаты болатындай.
Неге бізде әдебиетте ондай тұлғалар жоқ? Неге басқа да мәселелерде бізде осындай мықты бұрынғы ғалымдар жоқ? Неге тек батыстан шығады, немесе Жапониядан шығады, немесе Израильден шығады мысалға, иә? Неге бізде жоқ деген сұрақ, ол өте күрделі сұрақ. Және дінді тек қана дәрет пен қажылықтың арасында қамау деген нәрсе біздің үмбетте пайда болды. Кітап оқимыз, осы мәселе. Дәреттің суларын, дәреттің парыздарын, дәреттің мұстақаптарын бәрін жақсы білеміз, бірақ өкінішке қарай көркем мінезді жоғалтып алған жағдайымыз бар. Көрдіңіз ба? Бір жағынан намаз оқиды, екінші жағынан қылмыс жасайды. Бір жақтан ораза ұстайды, екінші жақтан алаяқтықпен айналысады. Үшінші жақтан қаржылыққа апарады, сол қаржылардың өздерін алдап тастап кетеді сол жерде. Жыл сайын шығып. Жыл сайын осындай жағдайлар шығып жатыр. Соның үшін бұл жерде діннің функциялары көп, тек қана мынау құлшылық жоралғылармен ғана айналыспайды дін. Діннің негізгі функциясы, мен оны жиі айтам, адам тәрбиелеу. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, Құранда да айтылады: "Ва иннака ла'ала хулуқин азим, ва иннама бу'ису лиутаммима салихал ахлақ" деген пайғамбардың хадисі бар. Мен көркем мінезді толықтыру үшін жіберілдім дейді пайғамбар. Адам тәрбиелеу үшін. Менің негізгі шаруам адам тәрбиелеу. Миссиям. Екіншіден, пайғамбар саллаллаху алейхи жахилиямен күрескен. Жахилия деген исламнан бұрынғы надандық дәуір деп аталады. Сол пайғамбар келген қоғам, ол жахили қоғам болған. Жахили деген надан қоғам. Жаңағы өзінің шешесіне үйленген, небір жаңағы қыз болса көміп тастаған, көп осындай дөрекі нәрселер болған, надандық болған. Көрдіңіз ба? Сол надандықпен күресу үшін пайғамбар саллаллаху алейхи біліммен, сол үшін ғылым туралы көптеген хадистер бар. Кім ғылым жолына шығатын болса, ол Алланың жолында деген пайғамбар. Қай уақытқа дейін? Үйіне қайтып келгенше дейін. Сол үшін бұрынғы ғалымдар сапар шегуге өздерін аямаған, білім талап ету үшін. Кім білім жолына шығатын болса, ол оның жұмаққа деген жолы жеңілдейді. Одан кейін қазіргі таңда әлсіз деп танылатын бұрын ғалымдардың жазған хадисі бар: білім Қытайда болса да оны талап етіңіздер деген. Қазір бұл хадисті біз итеріп тастадық. Жоқ, ғылым деген тек ол мынау дәрет пен қажылықтың арасына қамап қойылған секілдіміз негізінде. Көрдіңіз бе? Бұрынғы дискурс олай емес еді. Бұрынғы ғалымдар, бұрынғы жалпы билік, бұрынғы ислам билігі. Мысалға, халиф Харун ар-Рашид, оны кітаптардан білеміз. Харун ар-Рашид болсын, Маъмун болсын, Бейтул Хикма деген үлкен академия ашқан. Ол кездегі Гарвард пен Оксфорд секілді әлемдегі ең үлкен ғылыми орталық ашқан. Және сол ғылыми орталықта аудармашылар болған. Мысалға, медицина бойынша грек тілінен араб тіліне кітап аудару керек болған. Сол кезден патшалары Харун ар-Рашид аударған кісіге сол кітаптың салмағынша алтын берген. Көрдіңіз ба? Білімге деген құштарлық, білімге деген ғашықтық осындай деңгейде болған. Кейін әрине ол ғашықтық жоқ болып кетті. Қазіргі таңда мен енді университетте мейлінше осы жастарға, сосын дінде мынандай бір мәселе бар: пайдалы білім деген. Құр білім емес, пайдалы білім беру керек. Яғни адам бір нәрсені оқығаннан кейін өзіне, өзінің отбасына, қоршаған ортаға, мынау жалпы еліне, жалпы адамзатқа бір пайда әкелу керек та. Құр оқып, ішінде қалдырып емес, белгілі бір деңгейде мынандай материалды, немесе материалды емес бір құндылықтарды ұсыну керек қоғамға. Мен мынаны оқыдым, міне бұның нәтижесі мынандай. Мен не насихаттаймын? Мен отбасылық құндылықтарды насихаттаймын мысалға. Қазір әлсіреп бара жатыр. Міне осымен насихаттау керек. Немесе мен мынандай мәселемен күресемін. Лудомания бізде проблема. Мен мысалға режиссермін. Өткен дүниеде ұшақта ұшып бара жатқанда Игроманка деген фильм көрдім. Өте керемет мысалы. Ондай кинолар 10 жыл бұрын шыққанда, 20 жыл бұрын. Мүмкін қазіргі таңда бізде ондай деңгейде лудомания болмаушы еді ме деп ойлаймын. Мысалға. Ол режиссер, сонымен продюсерлер сондай әдемі туынды шығар. Ол кәдімгідей материалды емес, құндылық, үлкен құндылық.
адамдарға бағыт бағдар беретін, көп адамдарды сол мүмкін лудоманиядан сақтап қалатын құрал шығар, көрдіңіз ба? Бізде әсіресе діни салада білім десе, ол тек қана Құран хадис оқу керек, болды. Ол дінде Құран хадиспен білім шектелмейді. Кез келген пайдалы білім. Сен бір вакцина табасың ба, сен бір жаңа құрылғыш шығарасың ба, құрылысқа байланысты. Не шығарсаң да оның бәрі пайдалы болатын болса, ол бағана пайғамбардың я Рабби маған пайдалы білім бер деген дұғасына кіреді сол. Бізде ана білім пайдалылығымен өлшену керек та. Және адам да, жалпы пайғамбарымыздың сөзі бар ғой, ең қайырлы адам ол өзгелерге, басқа адамдарға пайдалы болған. Пайдасы болу керек адамның. Бұл дүниеге келдің ба, біреуге пайдаң өту керек. Көрдіңіз ба? Сол үшін дін садақа бер деп насихаттайды. Сол үшін дін ас бер деп насихаттайды. Сол үшін дін бауырың үшін, өзің үшін жақсы көрген нәрсеңді бауырың үшін жақсы көрмесең, толық иман еткен болып саналмайсың деген нәрселерді айтады да. Әлеуметтік мәселелерді шешуге тырысқан. Сол үшін жастар да оқыған кезде сондай бір өздеріне бірінші әуелі, одан кейін осы қоршаған ортасына, қоғамына, еліне, бүкіл адамзатқа пайдалы болуға тырысу керек деп ойлаймын. Асеке, енді осы уақытқа шейін бірнеше адаммен сұхбат құрдық, әңгімелестік. Қазіргі қоғамда болып жатқан біраз мәселелер бойынша сөз тарқастық. Сол кезде менің түйгенім, түптің түбіне келген кезде бұл жерде сауатқа келіп тіреледі екен. Өте дұрыс еді. Сондықтан да біздің осы жобамыздың аты сауатты бол дегенді сол себептен жаңағы жолға қойғанбыз. Негізі жаңағы білім, тәрбие, егер шынында да білім барлығы емес, енді қоғамның біраз бөлігінде болатын болса, қазіргі көптеген мәселелер, яғни проблемалар туындамас еді. Сондықтан да әлде де кеш емес. Асеке, сізге көп рахмет әңгімеңізге. Енді бұны ары қарай әрқайсысын жеке-жеке сонау түбіне шейін үңілуге болар еді, бірақ ол әрқайсысы өз алдына бөлек бір тақырып. Сәтін салса тағы да жолығамыз. Сізге көп рахмет осы әңгімеге келіп бізбен ой бөліскеніңіз үшін. Сол жиі шығып тұрыңыз енді. Өте жақсы әңгіме болды. Рахмет. Шақыруыңызға рахмет.